Наурызнаманың 10 күндігі бойынша 17 наурыз мәдениет пен салт-дәстүрлер күні. Ұлттық салт-дәстүр күні атауымыздан қалған асыл мұраны дәріптейтін ерекше күн. Бұл күнде ұлттық құндылықтарымызды сақтап келер ұрпаққа насихаттау маңызды. Сау кесу қазақ халқының ең қадірлі және мәнді салт-дәстүрлерінің бірі. Бұл дәстүр баланың алғаш рет жүре бастаған сәтінде жүзеге асырылады. Сау кесу баланың өміріндегі маңызды кезең ретінде қаралады, әрі баланың аяққа тұрып, ертеңгі өмірге қадам басуының белгісі болып табылады. Әдетте бұл рәсім баланың 1 жасқа толған кезінде өткізіледі. Сау кесудің мәні мен мағынасы. Сау кесу рәсімі қазақ халқының ұлттық тәрбиесінде үлкен рөл атқарады. Бұл іс-әрекет баланың денсаулығының дұрыс болуын, сәтті және қиындықсыз өмір сүруін тілеу мақсатында жасалады. Сонымен қатар баланың жүре бастауына арналған ерекше әрі қуанышты күн ретінде көрінеді.